الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعات бүгін біз Абдулла Сироджиддин деген ғалымның рахимахулла, Алла оны панасын алсын, рахметін алсын, Мұхаммед Расулулла деген кітабын тізбегін дәрістерімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз тала'лу'у вajhihil munir ва ишрaqu muhayya. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның нұрлы жүзінің жарқырауы және келбетінің нұр шашуы дейді. Жүзінің нұрлы екендігі туралы риуаяттар келеді. Бір-біріне ұқсас риуаяттар, бірақ бұл бізге жалықтырмау керек бұл нәрсе. Яғни бір тақырыпта, бір мәтінде қайталануы бізді жалықтырмау керек. Себебі біз кім жайында сөйлеп жатырмыз? Ұлы адамзаттың асыл болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында сөйлеп жатқандықтан әр жеткен хадистен біз рахат алуымыз керек. Махаббатымыз одан сайын арту керек. Жақсы ма? Ибн Асакир деген кісі айтады, кімнен? Суфиян ас-Саури деген кісіден жеткізіп, өте үлкен мұхаддис кісі болған. Ол кісі айтады, маған кейбір адамдар хадис айтады, бірақ мен ол айтып жатқан адамның туылуынан алдын ол хадисті естіп қойған едім дейді. Сонда да сабыр етіп, әдеп тұрғысынан, және де айтылып жатқан нәрсе пайғамбарымыздың хадисі болғандықтан не істейтінім дейді, сабыр етіп, соны бөлместен тыңдап отыратыным дейді. Сондықтан әр хадиске махаббатпен мән беріп отырайық. Және де салауат айтып отырайық. Кана саллаллаху алейхи ва саллам ахсанан наси вajhan. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келбет тұрғысынан адамдардың ең көркемі еді. Ва анварухум мухайя. Және келбеті кескіні жағынан да ең нұрлысы еді. Иштамаат калимату сахабати аллазина васафу расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымызды сифаттаған сахабалардың сөзі жиналды дейді. Яғни барлығы бір ауыздан келісті. Аля аннаху саллаллаху алейхи ва саллям кана мунирул вajh. Пайғамбарымыз келбеті нұрлы еді. Мушриқул мухайя. Мухайя деген бұл да келбет, кескін деген мағына. Ол да кескіні нұрлы еді. Ятала'лау бин нурил бахир. Анық сәулемен нұрланып тұратын. Ваддияиз захир. Және көрініп, білініп тұратын жарықпен нұрланатын дейді. Вәл-бахаиз захир. Жарқыраған, көрініп тұратын көркемдікпен нұрланатын еді пайғамбарымыздың жүзі. Бұл енді автордың сөзі. Фаминас сахабати мән дарабал масала. Енді сахабалардың кейбірі мысал келтіріп айтқан, ұқсатқан пайғамбарымыздың жүзін ли бахаи нурихи саллаллаху алейхи вассалам бишамси. Оның нұрлығын күнге ұқсатқан дейді. Ва минхум ман шаббаха залика бил қамар. Және олардың кейбіреулері неге ұқсатқан? Айға ұқсатқан, Өйткені ай деген өте толықсыған кезде не болады? Өте жарық, сұлу болады. Өте сұлулықтың белгісі болып саналады. Арабтарда да, жалпы бізде де. Ва минхум ман шаббаха лам'ата ишрaqati вajhihi шариф. Солар сахабалардың ішінде кейбіреулері пайғамбарымыздың жүзінің нұрлығын билам'атил қамар, айдың жарқырауына ұқсатқан дейді. Ва жами'у хаза мимма юсбиту лана ишрaqati вajhihi захира. Енді осының барлығы, келген риуаяттардың барлығы бізге бекітеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның анық жүзінің нұрлы екендігін. Ва анварихил бахира. Көрініп, білініп тұратын нұры бар екендігін естейтін бұл барлық риуаяттар бекітеді бізге дейді. Ва илайкал ахадиса сати'ата вал адиллатал qati'ata. Енді саған біз не істейміз? Ұсынамыз анық дәлелдерді және кескінді дәлелдерді ұсынамыз дейді. Рауат Тирмизи ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қал. Тирмизи радиаллаху анху Термизи мұхаддис ғалым
Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткізіп айтып жатыр. Қала ма раайту шайан ахсана мин расулилля саллаллаху алейхи вассалам. Мен пайғамбарымыздың жүзінен көркемірек ештеңе көрмедім дейді. Каанна шамса тажри фи вajhihi. Тура күн оның бетінде тұрған сияқты дейді. Яғни жарықтықта неге ұқсатып жатыр? Күн сияқты нұрлы, қатты нұрлы болып тұратын дейді. Қала al-имам al-Ғазали радиаллаху анху. Имам Ғазали айтып жатыр. وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. Адамдар айтты, сахабалар айтты, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тура Абу Бәкір оны сипаттағандай еді дейді. Абу Бәкір радиаллаху анху қазір өлеңмен сипаттайды, шиармен. Аминун Мустафа лил хайри ядъу. Сенімді Мұстафа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсылыққа шақырады. Кадауил бәдри. Бәдір деген жаңа толқысыған ай, нұры ең кемел кезі. Сондай айдың нұрындай. Заяляху золам. Қараңғылық одан айырылған дейді. Яғни қараңғылығы, ешқандай қараңғылығы жоқ болған таза ай түсіп тұрады ғой адам, жап-жарық болып. Сондай жарықтай еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت لربيع بنت معوذ. Әйел сахаба, бұл аңсарлық сахаба, яғни мәдиналық. Бұл кісі әйел болса да кейбір нелерге шыққан, соғыстарға, бірақ андай жарақаттарды емдеу үшін деген сияқты. Сондай көмек ретінде шыққанда пайғамбарымызбен аз болса да бір жорықтарға шыққан. Сөйтіп сол әйелге айтып жатыр, бізге қазір сөз айтады. Сифи лана Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам. Бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды не істеп бер? Сипаттап берші дейді. Фақалат я бунайя лау раайтаху ла раайта шамса талиатан. Раваху Тирмизи. Ей балақай, егер сен оны көретін болсаң, тура жарқырап шығып тұрған, нені көретін ең дейді? Күнді көретін ең. Яғни тура күнді көріп тұрғандай анық білініп тұрады екен. وروى الترمذي من حديث هند بن أبي هالة من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما قال. Енді бұл жерде Хасан радиаллаху анху пайғамбарымыздың немересі сұрап жатыр кімнен? Хинд ибн Аби Халя дейді. Хинд ибн Аби Халя деген кім? Кім? Хадижа анамыз пайғамбарымызға үйленбестен бұрын несі болады? Бұрынғы күйеуі болған, пайғамбарымыздан алдын. Аби Халя деген кісі болған, Абу Халя деген. Сөйтіп сол күйеуінен бір бала бар еді пайғамбарымызға үйленген кезде. Сол баладан сұрап жатыр кім? Хасан немересі сұрап жатыр. Яғни нағашымнан сұрап жатырмын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында. Саалту хали Хинд ибн Аби Халя. Хасан радиаллаху анху, мен нағашым Хинд ибн Аби Халядан сұрадым дейді. Вакана вассафан. Ол пайғамбарымызды жақсы сипаттаушы еді дейді. Дәл сипаттаушы еді. Ан хилиятин наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз сипаты жайында жақсы сипаттаушы еді. Ва ана аштахи ан ясифа ли минха шай'ан атааллақу бихи. Хасан радиаллаху анху айтып жатыр, мен сол қалап тұрдым дейді. Сол сипаттардың маған біреуін айтып берсе, сөйтіп мен соны ұстанып қалсам дейді. Яғни есте сақтап, жадында сақтап, сол арқылы пайғамбарымызды еске алып отырсам деп не істедім дейді? Қалап оттым дейді. Бұл жерде байқайтынымыз, бұл кісілердің кезінде енді телефон жоқ, не істейтін болған? Барынша бір-бірінен пайда алып қалуға, мысалы мұсамара деген бар. Мұсамара жалпы түнгі әңгімені айтады да. Сондай кездері не сұрайтын болған? Әңгіме айтатын болса да, пайғамбар жайлы, немесе дін жайында, сен осы хадис жайында естігесің ба, немесе пайғамбарымыз осы үкім жайында бірдеңе айтып бет деген сияқты не істейтін болған? Уақыттарын тиімді пайдаланатын болған да. Мысалы осы бір ауыз әңгіменің арасынан қазір не істейді? Пайғамбарымыздың сипаты бізге жетеді мысалы.
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам фахман деген айбынды, yani жаратылысынан айбынды тұғын, муфаххама және адамдар да оны ұлықтаған еді дейді. Өз табиғатынан да айбынды және адамдар да оны не істейді, құрметтейтін еді дейді. Урвата ибн Мас'уд деген кісі Худайбия келісімінде Меккеден не болып келеді, елші болып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен не істеуге, келісім жасауға, жалпы сөйлесуге келеді. Мушриктердің атынан келеді. Ол кезде әлі не болмаған, сахаба болмаған. Сол кезде Худайбия келісімінде келіп, сахабалардың пайғамбарымызды қалай сыйлайтындығын, оның еш сөзін жерге тастамайды, тіпті пайғамбарымыздың ыммен ақ не істеп қояды, ишарасымен ақ біліп қоятындығын көріп, таң қалып кеп Құрайшқа айтады. Сол кезде мен жаңағы Кисра, парсылардың патшасын көрдім, ояқада сапармен барып қайтқанда, былайша айтқанда дипломат болып. Немесе Рум, Византияның несін көрдім дейді. Қайсар, Румның Қайсар деген несі болады, патшасының статусы да, бұның барлығы статустар, яғни Қайсар деген статус, аттары емес, түсінікті ма? Одан кейін Нәжаши, Эфиопия, сол жақтан Нәжаши патшасын мен жолыққам дейді. Бірақ ешқайсынан ондай не көрмедім дейді, адамдарының, әскерлерінің оларға сахабалардың пайғамбарымызға құрмет көрсеткендей құрметті мен еш жерден көрмедім дейді. Ол кезде әлі пайғамбарымыз мысалы әлі өте үлкен патша да болмаған кезде, әлі әлсіз кезі мысалы. Сонда да бірақ патшаларға жасалмаған құрмет пайғамбарымызда бар еді дейді. Тіпті қазіргі кезде кейбір ғалым кісілерді көресің, мысалы адамдар, жамағаттар ол кісіге құрмет көрсеткен кезде тіпті патшаларға үйтіп жасалмайтын шығар деп ойлайсың да. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәрет алып болғаннан кейін, мысалы ыдыста су қалса, соған таласатын болған, бір шаш тал түсіп қалса, бірден барлығы соған төбелесіп кете жаздайды. Соны мен алып қалайын, ертең берекет тілеп ұстап отырайын деген сияқты. Ал ондай нәрсе қандай патшада бар, мысалы бір патшаның шасы түсіп қалыпты деп өзіме алып алдым деген сияқты нәрсе жоқ қой. Демек пайғамбарымызға сондай құрмет беріп қойған екен да. Сол, яғни өзде айбынды, адамдар тұрғысынан да құрметтелген, ұлықталған кісі дейді. Ятала'лау важухуху тала'лу ал-қамари лайлатал бадри. Толған айдың түніндегідей айдың нұры сияқты жүзі нұрланатын еді дейді. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. إضحيان деген анық айлы түні мен пайғамбарымызды көрдім дейді. وعليه حلة حمراء. және пайғамбарымыздың үстінде не болды? Қызыл шапаны болды. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. мен пайғамбарымызға қарадым және айға да қарадым дейді. فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. Сөйтсем, пайғамбарымыздың жүзі маған айдан да не көрінді? Әдемірек, көркем болып көрінді дейді. وعن أبي إسحاق السبيعي أنه قال سأل رجل البراء ابن عازب. Бара ибн Азиб деген кісіден бір адам сұрады дейді. Бұл кісі өзі де және әкесі де сахаба болған кісі. Акана важху Расулилла саллаллаху алейхи вассалам мисла сайфи. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жүзі қылыш сияқты меді дейді. Яғни жарқырайтын кезде қылыш сияқты көрінетін бе десе, фақала ла бал мисла ал-қамар. Рауахул Бухари ва Тирмизи. Жоқ, керісінше тура ай сияқты еді дейді. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقال رجل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف. Тағы да сондай риуаят. Бір кісі айтты, пайғамбарымыздың жүзі семсер сияқты еді дегенде, فقال جابر لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. Жоқ, ай немесе күн сияқты еді. Және де жүзі дөңгелек еді дейді. Дөңгелек дегеніміз алдындағыда айтқандай топ-томалақ емес, азғантай не бар еді? Дөңгелектік бар еді дейді жүзінде.
وفي صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك أنه قال كعب بن مالك деген кісіден жеткізіп айтып жатыр. Бұл кісі Табук соғысында соғысқа бармай қалатын 3 кісі болатын еді ғой, иә. Сөйтіп кейін тәуба сүресі түседі ғой. Сол кісілердің бірі бұл кісі де соғысқа бармай қалып, кейін тәубелері қабыл болған жайында аят түседі. Сол кісі жеткізіп жатыр. Кана Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам иза сурра, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер қуанатын болса, истанара вajhuhu, жүзі нұрланып кететін еді дейді. Кааннаху қитату қамарин, тура айдың бір бөлігі сияқты дейді. Осы Табук соғысында қалып кеткен кезде пайғамбарымыз ашуланған түр білдіріп жүреді. Кейін тәубелері олардың қабыл болды дегеннен кейін, сол аят түскеннен кейін пайғамбарымыздың жүзі не болып кеткен? Қуанып, нұрланып кеткен. Сол кезде баяндап беріп жатыр. وروى البيهقي عن أبي إسحاق الهمداني عن امرأة من همدان سماها أبو إسحاق قالت. Байхақи мұхаддис ғалым жеткізіп жатыр. Исхақ деген кісіден, Исхақ деген бір әйелден жеткізіп беріп жатыр. Қалат хажажту ма'a Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам маррат. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірнеше рет қажылық жасадым дейді. Пайғамбарымыз қанша рет қажылық жасаған? Үлкен қажылық бір рет қана жасаған, иә. Умра болса 4 рет жасаған. Бұл жерде енді қажылық жасадым деген мағынасы мүмкін тауаф еттім, яғни пайғамбарымызбен тауаф еттім деген мағынада болуы мүмкін, түсінікті ме? Өйткені бір рет қажылық жасаған пайғамбар. Фараайтуху аля баирин лаху ятуфу бил ка'ба. Сөйтіп пайғамбарды көрдім өзінің несімен, қашырмен Кағбаны айналып жүреді дейді. Есек сияқты нәрсеге мініп Кағбаны тауаф етіп жүреді. Биядихи михжанун. Михжан деген таяқ. Қолында не болды? Таяқ болды. Алейхи бурдани ахмарон. Және оның үстінде қызыл 2 шапан болды дейді. Якаду ямассу ша'руху манкибаху. Және шашы несіне иығына жете жаздаған еді дейді. Иығына тұспа-тұс болған. Иза марра бил хаджари сталамаху бил михжан. Егер тастың жанынан өтетін болса, ағаш арқылы сүйетін еді дейді тасты. Ол қалай? Көрінісі, ағашты тасқа қояды да, сөйтіп ағаштың тиген жерін, тасқа тиген жерін не істейді? Қара тасқа тиген жерін сүйет. Егер адам көп болып ататын болса, қолың жетпей ататын болса, солай істеуге болады, үстіне тұратын. Пайғамбарымыз солай істеп жүр екен. Сумма ярфауху иля фихи фаюқаббилуху. Айтқанымыздай, жаңа сол ағашты көтеріп, сосын сүйетін тұғын ағашты дейді. Қала Абу Исхақ фақулту лаха шаббихихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымызды бір нәрсеге ұқсатып бізге сипаттап берші деп жаңағы әйелге айттым дейді. Фақалат кәл қамари лейлатал бадри лам ара қаблаху вәлә бa'даху мислаху. Тура ол ай сияқты толған түнгі ай сияқты болды. Лам ара қаблаху вәлә бa'даху мислаху. Мен одан алдын да, одан кейін де ол сияқтыны көрмедім дейді. Бұл да табиин, сонда сахаба әйелден сұрап жатыр. Табииндер сахабалардан кейін келген кісілер, бұлардан не істейтін болған? Сахабаларды көрсе, бірден сол мұрсатты жіберіп алмайын деп, бір нәрсе сұрап алып қалуға не істейтін болған? Тырысатын болған, түсінді ме? Әр заманның солай ілімге тырысатын адамдардың арқасында бізге не істеп жатыр? Ілім жетіп жатыр. Жаңада айтқанымыздай, хадис қайталанып келсе де, біз оны не істемеуіміз керек? Жалықпастан, пайғамбар жайында айтылып жатқандықтан жалықпастан тыңдау керек та. Өйткені бұл әр мәтін, мысалы, әр мәтін бір-біріне ұқсас болғанмен, әр мәтіннің жету жолы бізге өте қиын жолдармен жетті да. Мысалы, барлығын бір адам бүйтіп тізбекпен әкеп жеткізіп бере салған жоқ. Мысалы, бір адам бір хадисті алу үшін өзінде мәтіні болып тұрса да ол хадистің, бірақ тура осы мәтін басқа бір жолмен тізбекпен келген болады да. Мысалы, былайша айтқанда әр адамның жеті атасы бөлек-бөлек қой. Сол сияқты бір адамның жеті атасын білсең сен жеткілікті болады да негізі. Бірақ екінші адамның тағы бір жолмен тағы бір адамға жетуге болады.
сол сияқты бір хадистің мәтіні болса, әртүрлі тізбектер болса, әшейін сол тізбекті алу үшін 6 ай неге сапарға шыққан, мысалы имам Муслим. Сөйтіп ең соңында айтады, сол хадистің астында ля юстатаул илму би рахатил жасад деп айтады. Дененің рахатымен ілім бағынбайды деп айтады да. Негізі имам Муслимнің хадисін байқасаңдар, не істемейді, тек қана хадисті айтады да, кім риуаят еткенін айтады да кете береді, болды. Ешқандай артық сөз қоспайды өздігінен ше. Бірақ осы хадистің астында ең соңында қосқан. Өйткені бір хадисті алу үшін бір жерге барады, екінші жерге барады. Өзіндегі мәтін бар, бірақ соның екінші жету жолын адамдардың білу үшін сол үшін барады. Бұл нәрсе бізге не береді? Дініміздің жету жолы қуатты екенін береді. Кейбіреулер ойлайды да, хадис деген тек қана былай бір адаммен келген деп ойлайды да. Сөйтіп бізге айтады, исламның дұшпандары айтады, сендерге мысалы 2-3 адам отырып мысалы, сөйтіп ең шеттегі адам біреуге айтса, ана адам бүйтіпті деп, екінші адамға айтса, бүйтіпті деп, сөйтіп 3-4 адамға келген кезде ол ақпарат міндетті түрде өзгеріп келеді дейді да ше. Өйткені ана адам дұрыс естімей қалуы мүмкін деп ше, ортасында біреуі. Сөйтіп сендерге исламдарың дұрыс жетпеуген деп айтады да былай. Бірақ біздікі негізі тек қана былай жетпеген, бір мәселе былай жеткен, түсінікті ма? Бұрын ұстаздарымызбен бір хадисті отырып, солай тізбектерін ашып көргенбіз. Сол кезде бір ғана кішкентай мәтіннің жету жолдары, яғни өте көп, түсінікті ма? Сондықтан кез келген хадистің, яғни бізге жетуі, еңбегі, мұхадистердің еңбегі өте мол болғанда. Ары қарай кеттік. Вәләммә қадима саллаллаху алейхи вассалам әл-Мәдинәті жа'ала әхлуха ятанашадун. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келген кезде осылай бізде нәшид дейді ғой. Нәшид яғни қара сөзбен өлеңдете бастады дейді. Мына белгілі бәріміз білетін осы өлеңді айтқан екен. Талa'ал бадру алайна, бізге ай көрінді. Мин саниятил вада, қоштасу асуынан дейді. Меккен Мәдинаның жанында сондай Мәдина қаласынан шыға беріс жерде не болған? Қоштасу асуы деген болған. Адамдар яғни сореден қаладан шығып кететін жерде. Сол жақтан көрінді дейді ай. Пайғамбарымыз да айтып отыр. Ваджаба шукру алайна, бізге шүкір ету уәжіп болды. Мада'a лиллахи да, Аллаға шақырушы, дағуат етуші өзінің дағуатын жасап тұрған кезде дейді. Аюхал маб'уфу фина, бізге жіберілген елші, жита бил амрил мута', сен мута' деген бағынылатын, бағыну уәжіп болған істі сен бізге алып келдің деп осылай өлеңдеткен екен. Фауажуху саллаллаху алейхи вассалам ал-мушриқ бил анвар вал фаяд бил маани вал асрар. Осылай пайғамбарымыздың нұрлы жүзі, дәлилун сати', анық дәлел, ва бурханун қати', бұл да сол кесімді, айқынды дәлел, аля аннаху расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, аннаху расулуллах, яғни Алла тағаланың несі елшісі екендігіне дәлел. Хаққын ва сидқын дейді. Анық және шын оның елшісі екендігіне дәлел. Өйткені біз қарадық, қаншама риуаяттар келді, бір адамнан емес, неше түрлі әйел адамнан болсын, еркек адамнан болсын, неше түрлі риуаяттар келіп жатыр. Барлығы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның жүзі нұрлы екендігіне бір ауыздан келісіп жатыр. Бұл нәрсе пайғамбарымыздың шынайы елші екендігін білдіреді дейді. Ал енді мысалы Абу Жахил болды, Абу Лахаб болды. Сонда не үшін олар осы нұрды көрмеді? Тура көзбе-көз көріп тұрып ше. Өйткені олардың Алла тағала не істеген? Өздерінің ниеттеріне сай ішкі жаман пиғылдары үшін Алла олардың көздерін, құлақтарын бәрін жауып қойғанда. Құранда келеді ғой, астағфирулла, хатамаллаху аля қулубихим, олардың жүректеріне не істеп қойдық? Мөр басып қойдық дейді. Одан кейін хатамаллаху аля қулубихим ва аля сам'ихим, құлақтарына, ва аля абсарихим, көздеріне де тығындап мөр басып қойдық дейді. Ва аля қулубихим ғишауа, ғишауа деген сондай тығынды, қақпақ сияқты болады ғой, сондай сияқты жауып қойғанбыз дейді. Сондықтан олар көрмейді.
яғни нұрды көру үшін не болу керек? Адам өзі де нұрлы болу керек та. Сондықтан да сен мүмкін кейбір адамдар мысалы кейбір ислам десе жек көреді, біреу намаз оқимын десең жек көреді сен. Тіпті мысалы имам десең болды, сенімен тиісіп сөйлеп бастайды. Кез келген отырыста имам болып барсаң, бір бұрышта отырады бір кісі тиісіп саған. Өйткені сені солай көреді да ол. Өзі қараңғы болғаннан кейін сені қара бір залымдық ретінде көреді. Түсінікті ма? Одан қазір ютубта неше түрлі адамдар бар, осылай дінге шақырып жүрген адамдар туралы әртүрлі нәрсе айтады. Сондай нәрсемен бір уланып қалады да, вирус сияқты кіріп жатыр ғой көп адамға. Содан кейін болды, ештеңе қабылдамайды. Сен қанша ақылды болсаң да, өзінде қарасаң ештеңе, ілімде ештеңе жоқ, бірақ сені не істеп төмен санайды да. Ал сен төмен санаған адам, сен қаншама сөз айтсаң да, анық дәлел әкеліп тұрсаң да, не істемейді? Қабылдамайды. Және өзімізде қарауымыз керек, мысалы, нұрлы нәрселер, пайғамбарымыз сияқты не бар бізге жеткен? Құран бар нұрлы, сол сияқты дін бар. Кез келген нәрсеге қараған кезде, егер ол нәрседен кемшілік іздеп тұрсақ, тіпті Алла сақтасын, пайғамбарымыздың өмірінен де күдікке түсіп қарайтындар бар. Не үшін бүйткен деген сияқты. Ізденішін сұрауға болады, бірақ егер күдік болып жатса, ол сенің өзіңнің нең ішіңдегі қара бір залымдық, қараңғылық себепті да, сен дұрыс нұрды көре алмай жатсың. Түсінікті ма? Сондықтан ол кісілер нұрды нұр көреді, ал олар болса ондай көзбен қарамады. Кәдімгі көзбен қарады. Ол немен қарау керек еді? Өздерінің көкіректегі жүрек деп айтады ғой. Сондай көкірек көзмен қарау керек еді. Ал олар болса кімнің Абдул-Муталибтің жетімі деп қарады, қайдағы бір кедей деп қарады. Ондай көзқараспен қарайтын болсаң, сенің алдында ешкім дәрежесі өспейді. Түсінікті ма? Сондықтан ол кісілер тура жолға басталмады. Әрине ол өздерінің одан алдында іштерінде бір сондай қырсықтық деген сияқты мінездер болғанда, Алла оларды бірден кеп жауып қойған жоқ. Олардың өздерінің сондай бір жаман пиғылдары болған, қырсықтықтары болған деген сияқты. Тәкаппарлық, соңында барлығы бірақ тәкаппарлыққа қайтады негізі. Қандай да бір көп мінез, жаман мінездердің соңы асылы тәкаппарлықтан шығады. Мына қазір енді яхуди кісі болған, кейін ислам дінін қабылдаған сахаба болған. Бұл кісінің өзі де пайғамбарымыз туралы жақсы сипаттар айтады. Ғалымы болған бұл, яхудтердің ғалымы болған. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға алғаш келген кезде инжафалан насу илейх, адамдар оған асықты дейді. Факунту фиман жааху, сөйтіп сол пайғамбарымызға асыққандардың ішінде мен де болдым дейді. Фаламма тааммалту вajhahu саллаллаху алейхи ва саллям вастабантуху, пайғамбарымыздың жүзіне бүйтіп ой жүргізіп қараған кезде, анықтап қараған кезде, арафту анна вajhahu лайса би вajhi каззаб, сөйтсем оның жүзі бір өтірікшінің, ешқандай өтірікшінің жүзіне ұқсамайды дейді. Адамның, шынайы жақсы адамның жүзінен көрініп тұрады ғой. Көздер кейде алдауы мүмкін, бірақ өте мықты жақсы адам болатын болса, ол барлығына көрініп тұрады да. Бұл сондай өтірікші емес екендігін көзім жетті дейді. Бәл хуа вajhu имамил мурсалин, керісінше ол елшілердің имамының жүзі дейді. Яғни елшілердің ең мықты имамының жүзі сияқты. Имам деген дәрежесі биік адам мақсатында айтып жатыр да. Сондай адамның жүзіндей болып көрініп тұр. Қал факана ауала ма сами'ту мин каламихи ан қал, сөйтіп ең алғашқы сөзі пайғамбарымыздың мынандай болды дейді. Мен естіген сөзім пайғамбардан осы сөз болды дейді. Айюханнас, ай адамдар, афшус салам, сәлемді таратыңдар, ва ат'имут таам, және адамдарға тағам беріңдер. Ва силул архам, және туысқандық байланысты қосыңдар, яғни туысқандықты үзбеңдер. Ва саллу биллайл ва насу ниям, және түндерде намаз оқыңдар, адамдар ұйықтап жатқан кезде дейді. Тадхулул джанната би салам, сол кезде жәннатқа амандықпен, саулықпен кіресіңдер. Рауат Термизи ва саххаху, Термизи радиаллаху анху риуаят етіп, оны сахих деп білген дейді. Алғаш сахабалар келіп жатыр аңсарларға, сөйтіп әлі бір-бірімен дұрыс байланыс әлі орнаған жоқ толықтай.
сол байланысты орнату үшін не істеп жатыр? Бірінші сәлемнен басталады ғой. Бір біріңе сәлем беріп бастаңдар, сосын бір біріңе көмектесіңдер тамақ беріп деген сияқты. Туысқандықты қосыңдар. Аңсарлар мен сахабалар, меккелік мұхажирлердің арасында да туыстар болған мысалы. Соларға қатысты қылып не істеп жатыр? Осы хадисті айтып жатыр да. Және түндерде намаз оқыңдар дейді. Бұл енді біздің заманымызда қиыншылық, стресс деген сияқты нәрселер көбейіп кетті ғой. Медитация жаса дейді, отыр дейді деген сияқты. Сондай нәрселердің барлығына төтеп беретін осы нәрсе де біздің заманымызда өте мұқтаж болған нәрсе бұлар. Түнде отырып намаз оқитын болса, адам өзі ойланып, ой жүргізіп, Алладан жәрдем сұрап, көп мәселесі шешіледі. ومن أجل ذلك قال عبد الله بن رواحة. Енді Абдулла ибн Раваха деген кісі айтып жатыр: "Лау лам такун фихи аятун мубаййина." Ол пайғамбарда анық мұғжизалар болмаса да, канат бадихатуху тунбика бил хабар. Бадиха деген бір қарау, алғашқы көруің. Сол алғашқы көруіңнің өзі оның сахаба пайғамбар екендігінен не істейтін еді? Хабар беретін еді дейді. Яғни мұғжиза келмесе де ешқандай пайғамбарымызда оның сыртқы келбетінің өзі не істейтін еді? Мұғжиза тұрғысынан жеткілікті еді деп жатыр. Және кейбір ғалымдар мінезін айтады пайғамбарымыздың. Мінезі мен сыртқы бейнесін қосып қарайтын болсаң, бұл бірден не деп айтасың? Қарапайым адам емес, бұл мұғжиза, пайғамбарда ғана болатын нәрсе деп, солай артынан еруге жеткілікті болатын еді дейді. Ешқандай бір мұғжиза келмесе де пайғамбардан. Мұғжиза дегеніміз әдеттен тыс іс, айды жаруы деген сияқты, саусақтардың арасынан су ағу деген сияқты. Ондай нәрсең ешқайсысы болмаса да, әшейін өзінің пайғамбарымыздың болмысы мұғжизаға тұрғысынан жеткілікті болатын еді. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. Жүзі өте көркем еді деп Айша анамыз риуаят етіп жатыр, өзінің әйелі. وأنورهم لونا. Және түсі тұрғысынан да ең нұрлысы еді. لم يصفه واصف قط. Қандай да бір адам сипаттайтын болса, إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر. Толған айдағы айға жүзін ұқсататын еді. وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ. Және оның терісі, кәдімгі аққан терісі, жүзінде тура нұр сияқты болып тұратын еді дейді. وأطيب من المسك الأذفر. Және әзфар деген иісі қатты шығатын әтірді айтады. Сондай мисктен де терісінен иіс шығып тұратын еді дейді. Қандай да бір қатты не болса, миск болса, одан да қатты шығатын еді дейді. Раваху Абу Нуайм ва гайруху. Ва фи залика яқулу Абу Талиб. Абу Талиб деген көкесі айтып жатыр өлеңмен: "Ва абияду юстасқал ғамаму би вajhihi." Ол аппақ жаңбыр оның жүзінен сұралады дейді. Жаңбыр сұралады деген, яғни берекет тілеп адамдар пайғамбарымыз арқылы жаңбыр сұрайтын болғанда. Сонда біз білетін тавассул немесе табаррук деген нәрсенің өзін кім айтып жатыр? Абу Талиб айтып жатыр. Яғни пайғамбар арқылы адамдар жаңбыр тілейтін болған. Пайғамбарымыздан тілемейді, бірақ пайғамбардың шапағат үшін, пайғамбардың құрметі үшін бер деген сияқты сұрайтын болғанда. Сималул ятама. Жетімдердің тіреуі. Исматун лил арамили. Және жесірлерге де көмекші. Рабуну Асакир ва Абу Нуайм вал Хатиб би санадин хасан. Осы кісілер жақсы санатпен, тізбекпен жеткізіп жатыр. Ан Айшата радиаллаху анха аннаха қалат: "Кунту қаидатан." Мен бір күні отыр едім, ағзилу, киім тігіп тоқып, ва наби саллаллаху алейхи вассалам яхсифу на'лаху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің аяқ киімін жамап отыр еді дейді. Үлкен дәрежеде болса да, сонша адамдар жанында жүрсе де, бірақ өзінің істерін пайғамбарымыз өзі істейтін болған. Өзінің аяқ киімін мысалы өзі жөндеп отыр. Фажа'ала жабинуху я'рaq. Сөйтіп маңдайы терлей бастады. Ва жа'ала арақуху ятавалладу нуран. Сөйтіп оның терінен нұр
пайда болып жатты дейді. Фабухитту, сосын мен таң қалып абдырап тұрып қалдым дейді. Кәдімгі терінен нұр көрініп жатыр да пайғамбарымыздың. Фақала, пайғамбарымыз айтты, мәләки бухит, не болды саған абдырап қалдың ғой деді. Құлту жа'ала жабинука я'рaq, сенің маңдайың терлей бастады. Ва жа'ала арақука ятавалладу нуран, терің болса нұрды туғызып жатыр, яғни нұр пайда болып жатыр дейді. Валау раака абу кабир әл-хузали, абу кабир хузали деген бұл бұрын пайғамбарымыздың заманында, бірақ неде өлген, жахилетте қайтыс болған адам. Сол ақын болған, сөйтіп өзінің бір өгей ұлына, өте батыр кісі, сұлу кісіге өлең шығарғанда, сол ақын айтып жатыр, сол ақын егер сені көргенде ла алима аннака би ши'рихи аула, өзінің өлеңінде сен лайықтырақ екендігін білетін еді дейді. Өлең келеді, мақтап айтатын, сол өлеңде сені лайықтырақ көретін еді дейді. Негізі ол басқа біреуге шығарғанда бұл өлеңді. Хайсу яқул ва мубарраин мин кулли губбари хайдатин, ол адам бүкіл хайыздың, хайыз деген әйелдерде келетін, ластықтың, хайыздың ластықтарынан таза еді дейді. Бұрын арабтарда, яғни жатырда ешқандай хайыз жоқ кезде бала пайда болатын болса, сол өте сұлу болып туылады деген сондай сенімді болғанда, сол сенім бойынша айтып жатыр, яғни ешқандай хайыз жоқ кезде туылған деген сияқты, пайда болған деген сияқты. Ва фасади мурдиатин ва даин муғили, және де емізуші әйелдің де бір әлсіздіктерінен аман болған дейді. Мысалы, емізуші әйел бір баланы туып, артынша бір жылдан кейін тағы да балалы болып қалатын болса, ол кезде сүтіне әсер етеді, сөйтіп әлсіз сүт беріп қояды. Ондайдан да таза дейді. Ва иза назарта иля асиррати вajhihi, оның жүзіндегі сызықтарға қарайтын болсаң, бариқат буруқул аридил мутахаллили, нұр шашқан көлденең неге ұқсайды? Бұлттардың жарқылына ұқсап жарқылдайды дейді жүзі. Осылай бір кісіге бұрын шығарған бұл ақын, бұл сөздер негізі пайғамбар саған лайықтырақ деп пайғамбарымызға айтып отыр. Кейін пайғамбарымыз оған күліп алғысын айтады Айша анамызға. Ва закара ибн Аби Хайсама кана саллаллаху алейхи вассалам ажлал жабин, маңдайы кеңірек еді пайғамбарымыз. Иза талаа жабинуху байна ша'ри, егер маңдайы шаштың арасынан көрініп қалатын болса, ау талаа мин фалақи ша'ри, немесе шаштың саңлауынан көріне қалатын болса маңдайы, ау индал лейл, немесе түнде көрінетін болса, ау талаа би вajhihi алан нас, немесе адамдардың арасына өзінің жүзімен шыққан кезде, тараа жабинуху кааннаху вассираж, оның маңдайы тура сираж деген шам, шам сияқты болып көрінетін еді дейді. Осы кітаптың авторы да Сираджуддин, діннің нұры, діннің шамы деген сияқты. Тур шам сияқты болатын еді дейді, көріне қалса маңдайы пайғамбарымыздың. Әл-мутаваққиду яталалау, жанып тұрған, нұрланып тұрған шам сияқты. Ва кану яқулуна хуа саллаллаху алейхи вассалам кама қала шаируху Хассан радиаллаху анху, пайғамбарымыздың ақыны Хассан деген кісі болған. Сол кісі бұлай айтқандай еді пайғамбарымыз. Мата ябду фил лейлил бахими жабинуху, қараңғы түнде қашан маңдайы көрінетін болса, ялух мисла мисбахи дуджал мутаваққиди, оның маңдайы нұр шашады, ялух деген нұр шашады, қараңғылықтағы жанып тұрған шам сияқты дейді. Қап қараңғы кезде бір шам жанатын болса, анық білінеді ғой. Тур сол сияқты түнде пайғамбар шықса, бірден шам сияқты болып көрініп тұрады екен. Мән қоды якунука ахмадин, кім Ахмед сияқты, яғни пайғамбар сияқты болады. Низамун ли хақ, ақиқаттың негізі дейді. Яғни пайғамбарымыз істеген нәрсе ақиқат, оның ісіне қарсы келген кез келген нәрсе не істеледі? Тасталады. Яғни пайғамбарымыз бізде таразы, сол низам деген сондай.
таразыға салып пайғамбарымызға қарап өлшейміз, кез келген соған лайық келген нәрсені аламыз, болмаған нәрсені тастаймыз. Сондай пайғамбар бұл ақиқаттың негізі дейді. Ау накалун лил мулхиди. Мулхид деген дінсіздерге жаза дейді пайғамбарымыз. وفي حديث طارق بن عبد الله المحاربي كما في سنن الدارقطني قالت الضعينة. Зуайна деген сапаршы әйел айтты дейді. Енді бұл оқиға бір кісі жеткізіп айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды 2 рет көрдім дейді. Бірінші Меккеде көрдім дейді. Ол кезде бір адам әйтеуір дінге осылай исламға келіңдер деген сияқты дағуат айтып жүрді дейді. Бір адам жанында оны қуалап ұрып жүрді дейді. Сөзін тыңдамаңдар деп. Сөйтіп адамдардан бұл кім деп сұрағанда, бұл өзін пайғамбармын деп жүрген адам деді. Жанындағы болса өзінің көкесі Абу Лахаб деген адам деп айтты дейді. Сөйтіп ол кезде кетіп қалады. Кейін пайғамбар Мәдинаға келді деген кезде бұлар сапарға шығады өзінің тайпаларымен бірге. Сөйтіп Мәдинаға жақындаған кезде, әлі Мәдинаға кірмеген, бір демалып жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келеді. Бірақ бұлар ол кезде пайғамбарымызды білмейді, кім екендігін. Сөйтіп келеді дағы бұлармен сөйлеседі. Содан кейін бір түйе болады. Сол түйе пайғамбарымызға ұнап қалады. Сөйтіп мынаны қаншаға сатасыңдар дегенде, осынша мөлшердегі құмырмаға сатамыз дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз қарап тұрады да, онда мен бір кешке әкеп берем деген сияқты қылып, яғни ол кезде ештеңе төлеместен мініп кетіп қалады да. Олар сол кезде беріп жүреді пайғамбарымызға. Әлі танымайды, кім екенін де білмейді да. Бірақ пайғамбарымыз сол кезде түйені алды да кетіп қалады. Сөйтіп пайғамбарымыз кеткеннен кейін барып өз араларында біз қуамыз ба деген сияқты айтады да бір-біріне. Өзім мүлде көрмеген адамға не үшін беріп жүрдік мынаны деп айтады да түйені. Сөйтіп сол кезде Зуайна деген жаңа сапаршы әйел дедік қой. Солармен отырған бір керуендегі әйел айтады: "Ей, өйтіп өздеріңді жазғырмаңдар" дейді. Мен қазір айтатындай: "Ла талауаму", өздеріңді жазғырмаңдар. "Фақад раайту вajha рajулин", мен сондай адамның жүзін көрдім. "Ма кана лияхқиракум", дейді. Сендерді бұл алдап кететін, сендерді кемсітетін адам емес дейді да. Сондай адамның жүзін көріп тұрмын мен дейді. "Ма раайту вajha рajулин ашбаха бил қамари лейлатал бадри мин вajhihi". Мен ешқандай бір кісіні көрген жоқпын, айдың несіне, жарықтығына, сәулесіне ұқсайтындай мен ондай бір адамды көрген жоқпын мына кісідей деп пайғамбарымызды айтып жатыр. Түсіндің ме? Сонда адам танитын кісі болып тұр да. Яғни сендерді алдап кететін кісі емес бұл деп айтты дейді. Сөйтіп кейін кешке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір елші арқылы сол айтқан құрмаларын жеткізіп береді. Яғни қанша бағасы болса. Содан кейін барып бұлар исламды қабылдайды барып. Тани бизалика вajha расулилля саллаллаху алейхи вассалам. Сол хадисте мақсат етіп отқаны әйелдің пайғамбарымыздың жүзі туралы еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы жүзі өте көркем деп келді ғой. Сол сияқты кім? Юсуф пайғамбарымыз не деп айтады? Өте сұлу болған деп айтады. Жарты сұлулық берілген адамдардың деп. Енді пайғамбарымыз болса, Анас ибн Малик айтқандай, ең көркем адам болған деп айтады пайғамбарымызды. Ал бірақ Юсуф пайғамбар сыналғандай, бір фитналар келмеген ғой пайғамбарымызға. Мысалы бір әйел зинаға шақырып деген сияқты, Алла сақтасын. Сондай нәрселер болмады ғой. Неге енді өте сұлу болса пайғамбарымыз, тіпті Юсуф пайғамбардан да сұлу деген риуаяттар бар да. Өйткені Анас ибн Малик айтады, пайғамбарлардың барлығы сұлу кейіпте жіберілді, және өте көркем дауыста жіберілді дейді. Және сендердің пайғамбарларың ең адамдардың көркем еді деп айтады да. Сөйтіп ғалымдар айтады, кейбіреулер Юсуф пайғамбар біздің пайғамбарымыздан да сұлу болған деп айтады да. Өйткені әйелдер фитнаға ұшыраған. Екінші бір топ айтады, жоқ. Жаңа Анас ибн Малик айтқандай, адамдардың ең көркемі, көп риуаяттарда келді ғой, адамдардың ең сұлуы деп. Сол айтқандай сондай сұлу болған деп айтады. Және де Ми'раж түнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көтерілгенде келіп айтады, әртүрлі нелерді пайғамбарлар сипаттайды да. Сол кезде Юсуф алейхиссаламға шатрул жамал, сұлулықтың жартысы, яғни адамдардың сұлулығының барлығының жартысы берілген екен деп айтады. Сонда қалай болды десе, ол жерде адамдардың жартысы деген пайғамбарымыздан бөлек адамдардың жартысының сұлулығы берілген дейді да.
яғни ол оның ішінде пайғамбарымыз жоқ. Өйткені пайғамбарымыздың да барлығын сұлулығының жартысы берілген десе, ол кезде пайғамбарымыздан да әдемі болып кететін еді да. Негізі ондай емес дейді. Жалпы адамдардың сұлулығы берілген, бірақ пайғамбарымыздың сұлулығының несі берілмеген, жартысындай берілмеген дейді. Сөйтіп енді пайғамбарымызды не үшін ондай жаңағыдай әйелдер сыналып сұлулығымен қатты сыналып қалмады, фитнаға ұшырап қалмады десе, өйткені пайғамбарымыздың сұлулығын сатара жамалаху бил жалал дейді. Оның сұлулығын бір айбындылықпен, бір сұспен естеген Алла тағала жасырып қойған дейді да. Егер оны ашып көрсететін болса, тіпті сахабалар да ол нұрға шыдай алмайтын еді. Әйелдер де өте көп фитнаға ұшырап кететін еді дейді. Сондықтан сондай айбындықпен естеп қойған пайғамбарымызды жауып қойған екен. Алдында айттық қой, бір бәдәуи кісі келіп, пайғамбарымыз бірінші көргенде не істейді? Қолдары дірілдеп, қорқып кетеді да. Сөйтіп, сол кезде не деп айтады? Мен қақталған етті жеп жүрген әйелдің баласымын ғой, не болды саған деп, тыныштал деп, тыныштандырады да. Сондықтан бірінші көрген адам не істейтін болған дедік? Сұсынан аяқ тартып қалатын болған пайғамбарымыздың. Яғни бұның жауабы сондай екен. Жақсы ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның нұрымен, оның ақылағымен көркемделуді баршамызға нәсіп етсін. Естіген білгендерімізге Алла амал етуді нәсіп етсін. Пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам бірге тіріліп, бірге болуды қияметте нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Би рахматика архамар рахим.